Қайырлы күн. Тиімділікті арттыру мақсатында мен сіздермен 1% ережесімен бөліскім келіп отыр. Бұл ережені жақсы түсіну үшін өмірде болған шын оқиғаға негізделсек. Яғни, мынау велосипедтің арасындағы жарыстар болып тұрады ғой, соның ішінде бір Team Sky деп аталатын команда болады. Және ол команда көптеген өзінің құрылғанынан бастап ешқандай бір күшті нәтиже көрсетпеген. Және керісінше олардың айдайтын велосипедінің компаниясы айтқан, менің велосипедімне айдамашы. Жоқ, ондай маған репутация керек емес деп. Яғни олардың дәрежесі соншалықты төмен болғаны, яғни олардың айдайтын велосипедінде ешкім қаламаған, компаниялар. Содан бұл компания өзін жақсы дамытып нәтиже көрсету үшін мықты эксперт пен яғни тренер іздейді. Ол эксперт Дэйв Брайсворт есімді кісі жалпы өзінің техникаларын, нәтижеге жетудің жолдарын осы командаға енгізе бастайды. Ол кісі әрбір затты кішігірім ғана, 1%-ға ғана жақсартудың арқасында ол жалпы нәтижеге жақсы әсерін беретіне сенімді болған. Яғни не істейді? Спортсмендер жақсырақ ұйықтау үшін жастығын дұрыстайды, кішкене жақсартады. Ол бір кереметтей дүние емес, яғни кішкентай өзгерістер енгізе бастайды. Яғни велосипедінің дөңгелегі жеңілдірек болуына кішкене әсер етеді, отыратын орындығы ыңғайлы болуына кішкене әсер етеді. Яғни сөйтіп әрбір мынандай бір бөлшектердің барлығын кішігірім жақсартудың арқасында жалпы нәтиже жақсы болады. Бұған себеп ретінде ешқашан бір жеңіске жетпеген команда 2008 жылы Қытайдағы Олимпиададағы және 2012 жылдағы Лондон қаласындағы Олимпиадада 10 алтын медальдің 7-уін иегері болып аталады. Қарап отырсаңыздар, мүлдем ешқашан ұтпаған командадан сондай бір кішігірім ғана жақсартуларды енгізу арқылы жалпы нәтижені әлде қалай қатты жақсартқан. Қарап отырсаңыздар, бұл оқиғадан біздің аларымыз өте көп, Яғни қазіргі заманда ақпараттық шумның ішінде бізге бәріміз жақсы ұйықтау керек, көп кітап оқу керек, спортпен айналысу керек, тағысын өте көп заттарды іліп тастаған, Бірақ біз оның барлығын бірдей жақсартудан гөрі, бүгін сіз мүмкін сөйлеу маңызды болса, дикцияңыз бен дауысыңыздың дұрыс қойғанына кішігірім оны жақсартыңыз, яғни 1%-ға жақсартыңыз. Келесі күні сөздік қорыңызды жақсарту үшін көбірек кітап оқып, яғни жаңа бір сөздермен танысыңыз, яғни қарап отырсаңыздар, бұл да бір қиын дүние емес, небәрі 1%-ға ғана жақсартыңыз, Келесі күні тағамыңызды кішкене жақсартыңыз, және сөйтіп әрбір затты кішігірім жақсартудың арқасында сіз нәтижесінде өте жақсы бір көрсеткіштерге ие боласыз. Яғни қарап отырсаңыздар, даму жолының ең бір жеңіл де өзіңізге ұнайтын жолдардың бірі болып есептелінеді. Бұл техниканың тиімді екенін білген соң, біз оны барлық дерлік курстарымызға енгізген болатынбыз. Яғни қарап отырсаңыздар, бізде ең біріншіден көптеген курстарымыз үздіксіз күнделікті беріледі, яғни 14 күн қатарынан. Сосын күнделікті бір күні қиындатып бір тапсырма бере салғаннан гөрі, біз оны күнделікті аз-аздан қиындатып отырамыз. Және күнде сіз небәрі 1%-ға жақсырақ тапсырманы орындайтын болсаңыз, 2 аптаның ішінде сіз керемет нәтижеге ие боласыз. Сол себепті де бізде оқу өте жеңіл, қарапайым және даму жолы ешқашан қиын болмау керек. Сол себепті сана орталығын таңдап, бізді осы видеоларды көргендеріңіз үшін рахмет.